Сәлем достар, лайк басып каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Қазіргі адамға тәттілер дегеніміз не? Кейбіреулер үшін дәмі бар, басқа адамдар үшін антидепрессант, ал біреуге бұл күнделікті қажеттілік. Шындық тек мынада, тәттілер адам денсаулығына зиян келтіре алады. Ендеше тоқталып өтейік. Диабет. Тәтті құмарлар диабетке шалдықпау мүмкін емес сияқты көрінеді. Бірінші типтегі диабет генетикалық ауру және желінген тәтті мөлшері оның пайда болуына еш әсер етпейді. Ал жылдар бойы тәттінің шамадан тыс көп жеу екінші типтегі диабеттің тууына әсер етуі мүмкін. Семіру. Тәтті тағамдар құнарлы келеді. Әйел адамға күніне 2500 килокалория, ал ер адамға шамамен 3000 килокалория жеу жеткілікті. Диетологтар қанты бар өнімдердің қосындысы күнделікті тамақ рационының 10% ғана қамтуы керек деп кеңес береді. Сонда ғана толып кету қаупі сізге төнбейтін болады. Тістер. Тісте өмір сүретін бактериялар қантты жерде немесе тістер арасында қалған тәтті тағам қалдықтарында тез көбейетіні белгілі. Егер мұны осылай қалдыра берсек, әлбетте кариеске шалдығуыңыз мүмкін. Бірақ тәтті жеген соң тісіңізді шайып, алма немесе сәбіз жеп жіберсеңіз, тіс құртылуының алдын алатын боласыз. Тәтті ағзаға қажет. Мидың жақсы жұмыс істеуіне, жақсы көңіл күй үшін, энергия алу үшін. Бірақ барлық жағдайда қалыпты мөлшерде қолдану ғана өз пайдасын әкеледі. Ескертетін жайт, шамадан тыс мөлшерде пайдалансаңыз, тәуелділікке ұшырап қалуыңыз әбден мүмкін. Каналыма қолдау білдіріп, пайдалы кеңестерге құлақ